Баршаңызға сәлем достар. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің арнада сіздермен бірге Digraphs тақырыбын қозғайтын боламыз. So, hi guys, welcome to my today's new lesson. Our today's new lesson is about Digraphs such as she, ash, and etc. So, let's start. Байқап тұрғандарыңыздай, тақтада көрсетілгендей, бізде қосарланып, екі әріп қосарланып, бір дыбысты беретін жағдайлар болады. Мысалы, біз children деген кезде children бір айтып жатқанда ең бастапқы әріп чдан басталып тұр. Бірақ оның қалай жазылатындығы белгісіз. Дәл бұл ч әріпін алу үшін міне бірінші тұрған C, одан кейін H әріпін қолданамыз. Сонда бізге ч дыбысы беріледі. Дәл сол секілді басқа әріптерде дәл сондай екі әріп қосарланып бөлек бір дыбыс береді. Мына жерде енді екінші тұрған әріптерді қарастырайық. S одан кейін H. S одан кейін H бізде ш әріпін береді, ш дыбысын береді. Мысалы, ши деген кезде бізде осы C одан кейін H әріпі қосарланған түрінде алынады. Ал енді мына жердегі T одан кейін H әріпі бізде Z ретінде, мысалы then, the, there is деген кезде this is деген кезде бізде бастапқыда осы басталып жазады. This is деген кезде, осы бізде кәдімгі екі әріп қосарланып this деген әріпті беріп тұр. Ал енді ең соңғысы бізде P одан кейін H, ол F әріпін береді. Мысалы, photograph дейтін болсақ, осы F әріпін қолданамыз. Ағылшын тілінде негізі өзінің де F әріпі бар, бірақ мынау екі әріп қосарланып беретін дыбыс, ол F. Photograph, photograph, кәдімгі фотограф дегенде ағылшын тілінде айтатын болсақ, photography дегенде осы әріпті қолданамыз. Ал енді білімімізді нақтылай түсетін болсақ, мінекей, ең алғашқы ш әріпі дыбысына назар аударайық. S одан кейін H. Shark. Shark деген бізде акула. Мысалы, baby shark. Сондай бір өлең бар емес пе? Дәл сол жердегі акула бізде shark. Дәл осы ш әріпімен жазылады. Ал енді мына жерден көптеген мысалдар жазылыпты. Sheep, қоян. Sheep ол қой. Shoe ол аяқ киім. Shirt ол бізде жейде. Wish, тілеу. Fish, балық. Кейбіреулерін ғана мысал ретінде айтып жатырмын мен. Сонда қараңыздар, бұл жерде ш әріпі сөйлемнің, сөздің басында да және соңында да келе алады. Назар аударатын жағдай. Бұл дыбыс, яғни C және де S мен H-ның қосарланғандағы дыбысы, ш дыбысы бізде сөйлемнің басында да жазылады, сөйлемнің соңында да жазылады. Қателесемін, сөйлем емес, сөздің басында да және сөздің соңында да. Ал енді келесі фиолетовыйда тұрған назар аударайық. F дыбысы. P мен H қосарлаған кезде бізде F пайда болады. Оқиық. Photo, freeze, fill, pharmacy, alphabet, elephant, trophy, dolphin, phone. Бұл жерде бізде F дыбысы сөздің басында және ортасында кездеседі. Ешқашан сөздің соңына қойылмайды және де сөздің ортасында, сөздің басында ғана жазылады. Түсінікті ғой? Бұл F әріпі. Ал енді бізде келесі әріп бізде W одан кейін H.
WH мысалы what, when деген кезде мысалы дәл осы әріптен басталады. Біз өзімізде айтамыз ғой ағылшын тілінде ерекше especially questions W and H деп. Осы W and H бізге көмектеседі. Мысалы, мына жерде сөйлете тұрғанның аты whistle. Whistle дегенде мысалы U әріпін беріп тұр, whistle. Ысқырғы. Ал енді мысалдарды оқитын болсақ, қандай әріп береді екен? Wheat, will, whip, whisk, what, why, whale, white. Түптеп келгенде U әріпін беріп тұр, иә? Бұл әріп W and H сөйлемнің соңында жазылмайды, сөйлемнің ортасында да жазылмайды, тек қана сөйлемнің басында ғана жазылады. Ал енді келесі Ч. Children, child, cheap, yeah? Осы жағдайларда біз C одан кейін H әріпі қосарланған Ч әріпін қолданамыз. Мысалы, chick, балапан, chin, cheap, chop, cheat, chest, charm, chair, child, yeah? Бұл жерде де C одан кейін H әріпі, дыбыс болғанда Ч болады. Ол сөйлемнің соңында да жазылмайды, сөйлемнің ортасына да жазылмайды, тек қана сөйлемнің басына ғана жазылады. Келесі. Бізде T одан кейін H. С деген әріп береді. Мысалы, think деген кезде біз осыдан бастап жазамыз ғой. Дәл осы әріптен бастап жазамыз ғой. T одан кейін H. Thump. Мысалы, бас бармақ thump. Мысалдар think, three, thin, sunk, close, bass, earth, teeth. Яғни, бұл әріпте сөйлемнің басында ғана және соңында ғана жазылады. Бұл бізде бұл әріптің бірінші дыбысы, С деп, почти С деп дыбысталады. Ал енді екінші түрде бізде З деп дыбысталады. Мысалы, this деген кезде З деп дыбысталады. Мысалы, the, this, that, this, those, then, there. Дәл осы жағдайда бізде ол З деп дыбысталады, ал қалған жағдайларда С деп дыбысталады. Мысалы, think, bass, thank you деген кезде, бұл жерде де екінші рет дыбысталған кезінде де сөйлемнің басында ғана жазылады, соңында жазылмайды. Ал егер сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, дәл осындай тапсырмаларды орындайық. Cut and paste the digraph. Яғни диграфтарды орын-орнына қою керек. Ойлануға уақыт беремін. Егер тапсырманы орындап болсаңыздар, онда менімен бірге тексеруді бастай беріңіздер. Ал егер тапсырманы орындап болмасаңыздар, сабақты тоқтатып, мұқият қарап, асықпай жасауларыңызға кеңес беремін. Ал енді біз бастайық. Ең алғашқы фотода бізде телефон, ол бізде phone болады, демек біздегі жауап осы әріп болады. Phone дегенде осы F әріпі. Одан кейінгі бізде қой. Қойдың бізде ағылшынша аудармасы sheep. Ш дегенде Ш әріпі қолданады, сонда sheep болады. Үшіншісі бізде cheese. Cheese, Ч әріпі қолданады. Ол бізде сыр деген сөзді береді. Төртіншісі бізде 3 деген сан. 3 деген санды біз қалай жазамыз? 3. Через андай жазамыз. T, одан кейін H. Мына жерде берілуді ұмытып кеткен ғой деймін. Қателес кеткен, Мына жерде. Одан кейін бізде 5-шісі фото. Ф әріпімен. Одан кейін мына жерде тұрған балапаннан бастайық, ол бізде chick. Ч әріпімен беріледі. Whistle.
мынау WH әріпімен беріледі. Одан кейін мынау t-shirt. T одан кейін H пен беріледі. Одан кейін мынау samp. Одан кейін мына жерде chill. Ч әріпімен беріледі. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сізге сабақ ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басып кетіңіздер. So, goodbye for everyone. Thank you for today's lesson. So, goodbye.